10 жылдан мен құрып бүткенде мен күйіп кетсе қиын екен. Үйге салышқа көңіл бой қалды. Ya, Kırgızistada daromdu. On 6 сентябрь күні ертең менен сағат 7-лерде автоматтарын үйіне ұғылып көшеге шықсақ, бітер салта тез шығып кетіңіздер деді. Беттен небірлерді алып, біз шығып кеттік. Бар жоқ қалған. Кейін бір жарым сағаттан кейін бе айтылар, үй күйіп кетті деді. Биыл толық бүткеннен кейін мынау душыны бүтіріп келген атады Москваға кетті. Тұрмыш екен, мына тәжіктер атып, күйгізі берді, еш нәрсе қалмады. 5 баласы бар. 2012 баштағанда. 2 жақты қылып салып, бұл жағы өзім отырам, бұл жаққа келін алам деп. Он 6 сентябрь күні ертеменен сағат 6-да жол тұрып намаздарды оқып, мал жабдықтарын қарап тұрғанда уже оқ ату башталды да. Шекарада дайыр тұрабыз да. Керектүү документтерімді дайыр қылып қойғаннан балдарымды, қызымды алып, анандары эвакуация қылып сыртқа шығып кеттім. Бұл жерде гараж болчу, анан кичине временка болчу. 1995 жылдары ушул үйдү тургузганмын, 4 бөлмөлүү коридору менен болчу. Бул жерде ушул бардыгы пешене терим менен тапкан жашаганым ушул үй болчу. Заматта, Күлгө айларында. Мен үйүм күйүп кетти, анан ушундай болдум, чегарада жашап атам деген оюм жок. Мага ушул бийликтегилер тынчтык орнотуп берип, чегараны аныктап берсе болду мага. Башка бийликке рахмат айтам.